Қымбатты отандастар, өткен жексенбіде Ақтөбе қаласында діннің атын жамылған бір топ террорист елдің тыныштығын бұзды, оны баршаларыңыз білесіздер. Бірақ мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы басталар сәтте қанды қылмыс жасағандардың арам ниеттері іске асқан жоқ. Біздің құқық қорғау және қауіпсіздік қызметкерлері үлкен қатердің бетін қайтарды. Террористердің көпшілігінің көздері жойылды. Қалғандарын тиісті органдар іздеп тауып жазалайтын болады. Бірқатары қолға түсті де қазір. Олар заңның ең қатаң талаптарымен жазаға тартылатын болады. Қазір халықтың алаңдауына ешбір негіз жоқ. Жағдай толық бақылауға алынды. Мен қайтыс болғандардың отбасыларына, туыс-туғандарына көңіл айтамын шын жүрегімнен. Қаза тапқан әскери қызметкерлер отан алдындағы антына адал болып, ел қауіпсіздік жолында өшпес ерлік көрсетті. Олардың ерліктері мемлекет тарапынан лайықты бағаланатын болады. Оның үстіне 4 азамат қайтыс болды, Ақтөбенің тұрғындары. Сондықтан мен ертеңгі бейсенбі 9 маусым күнін жалпы ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Қаза болғандардың артында отбасы, бала шағалары қалды. Менің тапсырмам бойынша оларға барлық қажетті көмектер жасалуда. Тәуелсіздікті жариялау бар, ал оны қорғап, нығайту және дамыту одан да жауапты нәрсе. Ел бірлігі, ішкі тыныштық сол үшін керек. Мен бұны ылғи айтып келемін. Ел ішіне бүлік салудың, түсті революциялардың талайын басқа елдерден көріп, біліп отырмыз. Ол лаңкестік әрекеттерден, көшеге шығып шулаудан басталады. Одан кейін конституция қарсы шығады да, аяғында мемлекет күйреп, халық аш-жалаңаш қалады. Мұның бәрін тағы да айтайын, біз көріп, біліп, байқап отырмыз. Біріншіден, біз кез келген сипатты экстремизм мен терроризмге қарсы заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа қатаң тойтарыс беруді ойлауымыз керек. Қолына қару алып, кісі өлтірген адам өлім жазасына кесілуі қажет. Екіншіден, елімізге сынақ ағатын зұлымдықтардың ымырасыз жолын кешуіміз қажет. Ел тыныштығын сақтамасақ, мынадай әлемдік дағдарыстан біз өте алмаймыз. Сондықтан барша халық болып бірігіп, елді сақтауды баршамыз ойлауымыз керек, ағайын. Уважаемые казахстанцы, как вы знаете, 5 июня этого года в Актобе совершена террористическая атака. Правоохранительные органы приняли необходимые меры по жесткому пресечению этой преступной акции, уничтожению, нейтрализации террористов. По моему поручению работает специальная межведомственная следственно-оперативная группа во главе с министром внутренних дел. Следствие ведется под личным контролем генерального прокурора страны. Все преступники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений. Инструкции они получили из-за рубежа. В результате нападения, к огромному сожалению, есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц. У них есть семьи, дети. Выражаю глубокое соболезнование всем родным, близким погибших наших граждан. Объявляю четверг, 9 июня, днем общенационального траура по погибшим военнослужащим и гражданским лицам. По моему поручению Министерство внутренних дел и акиматы оказывают всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших. Сотрудники органов правопорядка ценой своих жизней остановили террористов. Они проявили профессионализм, верность своему долгу, доблесть и патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень слаженности, оперативности действий сотрудников полиции и Национальной гвардии. В сложной ситуации жители Актобе проявили выдержку, не поддались панике и провокациям. Экстремизм и терроризм
угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет. Вместе с тем, я призываю всех казахстанцев быть бдительными, решительно пресекать все призывы к насильственным противоправным действиям, повсеместно помогать правоохранительным органам, что и делают сейчас жители Актюбинска. Пользуясь либеральностью нашей государственной политики, наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые цветные революции имеют различные методы, и они начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас сейчас. Мы знаем, как это происходит в мире. Там, где это прошло, сегодня нет ни государства, ни стабильности. Там царят нищета, бандитизм, созданы условия для того, чтобы оттуда вырастали экстремисты и террористы. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад. Призываю весь народ наш, все политические и общественные объединения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев. Государство примет дополнительные меры по борьбе с теми, кто пытается расшатать общество и страну. Мы это специально рассмотрим, подведем итоги. Қымбатты қазақстандықтар, ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір нағыз елім, жерім деп отансүйгіштікті көрсететін уақыт келді. Халқымыздың қауіпсіздігі менен тұтастығы үшін бәріне де дайын екенімізді көрсететін кез келді. Қауіпсіздік пен тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім ең басты байлығымыз. Біз тәуелсіздігіміздің тірегі болған бұл құндылықтарды көздің қарашығындай сақтауымыз керек, сақтаймыз. Мен Қазақстан халқы дүниедегі дағдарыс және бүгінгідей жауапты шақта тағы да барша әлемге елдігі мен бірлігін паш етеріне сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.